Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен сіздерге кондиционерді бір орыннан екінші орынға қалай көшіру керек екенін көрсетемін. Алдымен кондиционерімізді қосамыз. Салқындату режиміне қоямыз. Салқындату режимін минимальныйға қоямыз. Және вентиляторын күшейтеміз. Бірден турбо режимге қоя салсақ та болады. Манометрді қосамыз. Егер сізде манометр болмаса, манометрсіз де істеуге болады. Компрессордың қосылғанын күтеміз. Біріншімен жіңішке трубканы жабамыз. Компрессор қосылған кезде сыртқы блок өзі дырылдап, вибрация береді. Егер манометріңіз болса, вакуумға түскенше күтеміз. Манометріңіз болмаса, онда 1 минутте күтсек болады. 1 минуттен артық күтуге болмайды. Егер компрессор фреонсыз көп жұмыс жасаса, компрессор істен шығуы мүмкін. Bir минут өткен соң қалың трубканы жабамыз. Кондиционерімізді өшіріп, тоқтан алып тастаймыз. Шаң кірмейтіндей жақсылап ораймыз. Егер трубкалардың біреуіне шаң кіріп кетсе, компрессорды бұзылуына әкеліп соғады. Сыртқы блоктың сымдарын ажыратпастан бұрын суретке түсіріп алғанымыз дұрыс. Орындарын қайта тауып алуға оңай болады.
Трубкаларын жайған кезде қатты сақтықпен жаямыз. Қайта-қайта қайыра берсек, сынып кетеді. Ішкі блоктың ілгішін ориымен тіке қоямыз. Жарды тескен кезде 10-15 градус төмен қарай тесеміз. Суағар жардан минимальный 20 сантиметр шығып тұрған дұрыс болады. Трубкаларын абайлап қайырамыз. Жіңішке трубканы бір сәтке ашып қайта жабамыз. Ниппелін басып, қысыммен тұрған ауаны шығаруға тырысамыз.
Осылай 2-3 рет қайталаймыз. Ескерту: егер трубканың ішінде ауа қалып қойса, ол компрессорге қатты зиян тигізуі мүмкін. Жіңішке трубканы ашамыз, одан кейін қалың трубканы ашамыз. Кондиционерді қосардың алдында көбік сумен тексерген жөн. Егер жіберіп тұрған жері болса, фреонын қайта жинап алып, жіберіп тұрған жерін жөндеуге тырысамыз. Кондиционерімізді қоса берсек болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.